Мемлекеттік қызметке орналасу сіз ойлағаннан әлдеқайда оңайырақ. Ендеше басынан бастайық. Мемлекеттік қызметке кіру үшін e-қызмет жүйесінің арнайы платформасы құрылды. Осы платформа арқылы кандидаттар әлемнің кез келген нүктесінен 24/7 форматта құжаттарын тіркеп конкурстарға қатыса алады. Бар болғаны қолда компьютер мен интернет болуы қажет. Онлайн іріктеудің ерекшелігі неде? Біріншіден, бұрынғы форматпен салыстырғанда кандидаттар құжаттарды жинап, оны мемлекеттік органдарға тапсырудың қажеттілігі жоқ. Екіншіден, онлайн іріктеу аясында заңдарды білу бойынша тестілеу оңтайландырылды. Бұрын 8 немесе 9 заң бойынша тест тапсыратын болса, қазіргі таңда онлайн форматта тек 4 заң бойынша тест тапсыруға болады. Сәйкесінше, алынған сертификат 1 жыл мерзімге қолданысқа жарамды. Олардың ішінде еліміздің ата заңы, мемлекеттік қызмет туралы заң, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңы және мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексі. Заңдарды білу бойынша тестті тапсырғаннан кейін, яғни қолға сертификатты алғаннан кейін, сіздер бос лауазымдарға, конкурстарға қатыса аласыздар. Онлайн іріктеу 3 кезеңнен тұрады. Біріншісі ол жеке қасиеттерін бағалау. Екіншісі ол мәтіндік және сандық ақпаратпен жұмыс жасау қабілеттерін бағалау. Және де ең соңғы кезең ол әңгімелесу. Нәтижесінде осы 3 кезең бойынша ең жоғары балл жинаған үміткер конкурстың жеңімпазы болып аталады. Сонымен қатар, адами факторды болдырмау және де сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін болдырмау мақсатында әрбір кандидатқа жеке өзінің ID нөмірі беріледі. Сәйкесінше, өзге кандидаттар немесе комиссия мүшелері әрбір кандидаттың жеке деректерін көре алмайды, тек ID нөмірімен шектеледі. Осы арқылы біз конкурстың ашықтығын және де әділдігін қамтамасыз етудеміз. Онлайн іріктеудің негізгі мақсаты мемлекеттік қызметке кіру кезінде бәсекелестікті арттыру, сыбайлас жемқорлықтың көріністерін болдырмау және де әділетті шешімдерді қабылдау.